Ассалаумағалейкум. Міне, айналайын қазағым. Мақтана беріңіздер, Құдай қаласа бізден де жаңағы Қытайдың 1688-і, Таобао, Алиэкспресс таңсық болмай қалады. Құдай қаласа міне Каспий кезетіміз картопты жарып атыр. Міне елде кәдімгідей конкуренция басталды, яғни бәсекелестік, сатушылық басталды. Бұл деген үлкен жетістіктерге жетелейді бізді. Жаңа тауардың бағасының қатты шарықтап кетпеуіне, одан кейінгі біздегі жаңағы алым берімнің тез жасалуына, жаңағы халықтың әл-ауқатын жақсартуға зор көмек тиеді. Қытайдың да негізі экономикасы осылай көтерілген болатын. Каспий ұжымына, Каспий банкқа үлкен рахмет айтайық. Кез келген тауарымыз іздесек қазір Каспий кезеттен табылатын болды. Сондықтан енді мен барша қазақстандықтарды үндеймін. Жаңағы OLX-ке, сату кезет, маркет кезет, анау-мынауға бас қатырмаңыздар. Ең сенімді бізде Каспий кезет. Өйткені өз жерде жауапкершілік мол және барлық сатушылар, тіркелушілерді тексеріп өткізген бұл жерде. Ешқандай алдамшылық жоқ. Сондықтан Каспий кезетке сене берулеріңізге болады. Міне бүгін Құран кәрім сатып алайық деп іздеп отырмыз. Қандай керемет, міне бәрі шығып жатыр міне. Орысшасы, қазақшасы, электронды нұсқасы, қағаз нұсқасы, міне. Басқа да кез келген іздеп көріңіздер, кез келген тауарлар шығады. Сонымен қоса Каспий банкті 100% қазақшалады. Міне Құран кәрімдер, міне қандай керемет. Кез келген нәрсе бағасына қарай іздеуге болады. Міне ең төменгі бағаларды ұсынуға болады. Мысалы 2000 теңгеге дейін ғана іздеймін деп көріңіз. Бар міне 44 тауар шығып отыр. Бұдан артық не керек міне? Бұдан артық не керек? Бізге керегі осы еді ғой. Бағаның тиімді болғаны. Міне Алла қаласа Каспий кезетіміз көзімізді ашты. Енді алда бұйырса, алда жаңағы банктік пайыздар, кредиттік пайыздардан міндетті түрде төмендетеді деп ойлаймын. Өйткені Каспий кезет ұжымы жақсы табыстар тауып жатыр, жақсы нәтижелерге жетіп жатыр. Кейінірек мен әбден сенемін Каспий кезетке. Кредиттер ар кесе 7%, 8%-мен берілетін болады. Дәл осы басқышпен дамитын болсақ, осы түрде конкуренцияны мықты ұстайтын болсақ, біздің елде зор дамушылық болады. Аман болыңыздар, Каспий кезетпен бірге болыңыздар.